Сәлем достар, тағы да мен Арайлым. Бүгін сіздерге шоколадты финикилар жасаймыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен бізге керегі финики, яғни құрма, және де шоколад, қалауларыңызша. Менде ақ және қара шоколад, одан соң миндаль. Финикидің ішінен ең ірілеуін таңдайсыздар. Осылай ортасынан кесіп, ішіндегі дәнегін тастаймыз, өзін бір бөлек алып қоямыз. Өздеріңізге қалауларыңызша жасайсыздар. Мен 15 данасын жасадым. Осылай алдын ала дайындап қоямыз. Енді біздің миндалімізға осындай ірілет миндаль болуы керек. Қайнап тұрған ыстық суды үстіне құямыз. Суларыңыз міндетті түрде ыстық болуы керек. 1-2 минутқа қалдырамыз. Ол орайда біз шоколадтарымызды ертіп аламыз ыдыстарымызға. Қатты ерітудің қажеті жоқ. Шамал ғана ерсе жеткілікті. Ал шоколадтың қалған кішкене бөлігін осылай арнайы кондитерлік мешокқа салдым. Ол бізге сәндеуге керек болады. Ол да сәндеуі өз қалауларыңызша. Осылай ыстық суға салып қоямыз, сол кезде өзі еріп дайын болады. Енді миндаліміздің суын төгіп тастап, қабығын ажыратамыз. Оңай алынады бұл, оны да алдын ала дайындап қоямыз. Біздің құрмамыздың ішіне дәнегімізді салып, бір-біріне тегістеп, дөңгелетіп шығып, барлығын алдын ала осылай дайындап қоямыз. Және де ең соңында шоколадтарға осылай малып аламыз. Менде қара және ақ шоколад. Қатты ерітудің қажеті жоқ. Мен ақ шоколадтарды дайындап қойдым. Осылай видеода көрсетілгендей малып тарелканың үстіне қойып қоямыз. Барлығын осылай алдын ала жасап, морозильникке 2-3 минутқа қалдырамыз. Мінекей біз бір рет қатырып алдық. Осылай астыңғы жағы шоколад болмаса, біз жаңа ерітіп қойған шоколадтарымызбен үстіне видеода көрсетілгендей жағып шықсаңыздар болады. Мінекей достар, біздің шоколадты финикиларымыз дайын болды. Қалауларыңызша шоколадпен әсемдеп, сәндеп шығуға болады. Достар, міндетті түрде осындай өте дәмді ерекше десертті дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды білдіріп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Назарларыңызға рахмет, астарыңыз дәмді болсын.